Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын, сондай-ақ құрамына аз ғана зат қосылатын пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Бөлме температурасында тұрған 4 жұмыртқаға қантты қосып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Бізде қант толығымен еру керек және жұмыртқамыз әппақ пена болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Кейін осы массаға сұйық майды, жылы сүтті және сгущенканы қосып, барлығын лопатканың көмегімен, не болмаса венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл жерде ешқандай да миксерді қолданудың қажеті жоқ, себебі миксермен араластырған кезде біздің пышный массамыз отырып қалуы мүмкін. Сол үшін тек қана лопатканың не болмаса венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бөлек ыдыста електен өткізілген ұнмен қамыр қопсытқышты араластырып алдық және осыны біздің сұйық массамызға екі бөлікпен қосып араластырамыз. Пышный массамызды отырғызып алмас үшін осылай жоғарыдан төмен қарай араластыратын боламыз және ұнның ешқандай комочектары қалып қалмау керек, яғни толығымен араластырып аламыз. Достар, менің каналымнан бұдан да бөлек көптеген тәттілердің, ұнды өнімдердің рецепттерін таба аласыздар. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын, кіріп қарап көріңіздер. Диаметрі 20 см болатын осындай формаға дайын қамырымызды құямыз және осыны қызып тұрған пеште 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осындай кольцоға пісіріңіздер, сол кезде сіздердің пирогтарыңыз түзу әрі әдемі болып шығады. Сондай-ақ пирогтың үстіне кез келген замороженный ягоды қосып жіберсеңіздер де өте дәмді шығады. Піскеннен кейін толығымен бөлме температурасында суытамыз, кейін пышақтың көмегімен осылай формадан ажырата отырып кесіп аламыз. Және осы пирогтың үстіне сгущенка жағып, оның үстіне грецкий орех сепсеңіздер болады. Не болмаса мен сияқты сахарный пудра сеуіп дастарханға ұсына берсеңіздер де болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарийда нәтижесімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің видеом ұнаған болса және соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп алыңыз және лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.